Жалпыңызға сәлем, мен Бекзат, отбасылық дәрігермін. Және бүгін біз көптеген адамдар үшін маңызды, бірақ айтуға ұялатын мәселе іш қату туралы сөйлесеміз. Бұл күнделікті өмірде көп кездесетін жағдай. Іш қату тек жайсыздық тудырмайды, ол денсаулыққа да әсер етуі мүмкін. Осы видео барысында біз іш қатудың себептерін, оның ағзаға тигізетін қауіптілігін және тиімді емдеу әдістерін қарастырамыз. Іш қатудың себептері көп. Солардың негізгілеріне тоқтала кетейін. Тамақтану дағдыларының бұзылуы. Біз күнделікті клетчаткасы аз тағамдарды жиі тұтынамыз. Нәтижесінде ол ішектің моторикасын, яғни қозғалысын баяулатады. Клетчатка дегеніміз бұл ас қорыту жүйесін тазалап, нәжісті жұмсақ болуын қамтамасыз ететін маңызды элементтер. Талшық, яғни клетчатка көп мөлшерде қайда кездеседі десеңіз, ол көбінше көкөністерде. Фасоль және ноқатта 15%, күріш пен бидайда 8%, арпа мен сұлыда 8-10%, жаңғақтарда және бадам жаңғағында зәйтүнде 15%-ға шейін кездесіп отырады. Ең балғын көкөністерде 2-5%-ға шейін клетчатка кездеседі. Ең көп клетчатка жасыл бұршақта, брюссель орам жапырағында, брокколиде, сәбізде, жидектерде кездеседі. Жемістерден алмада, алмұртта да көптеп кездеседі. Сол үшін осы жеміс-жидектерді, көкөністерді көптеп асқа пайдаланыңыз. Қосымша, клетчатка салмақ тастауға өте пайдалы. Ол бірнеше себептермен салмақты тиімді басқаруға көмектеседі. Ең бірінші кезекте ол тойымдылық сезімін күшейтеді. Клетчатка асқазанда ұзақ уақыт қорытылады. Бұл сіздің ұзақ уақытқа дейін тоқ сезінуге мүмкіндік береді. Бұл артық тамақ жеуді азайтып, күнделікті калория мөлшерін төмендетіп отырады. Қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Клетчатка көмірсулардың сіңуін баяулатып, қандағы қанттың күрт көтерілуін болдырмайды. Бұл тұрақты энергия деңгейін сақтауға және аштықты басқаруға көмектеседі. Қосымша ішек жұмысын жақсартуға да атсалысады. Клетчатка ішектегі қалыпты жұмысты реттейді, іш қатуды болдырмайды және ағзадан токсиндерді шығарып отырады. Салмақ тастауға да оң әсер етеді. Егер араларыңызда салмақ тастағысы келетін адамдар болса, осы сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Келесі іш қатуны алып келетін себеп ол ағзада сұйықтықтың жетіспеуі, яғни күнделікті су мөлшерінің жеткіліксіздігі. Сұйықтық нәжісті жұмсартып, оның оңай шығуын қамтамасыз етеді. Сол себепті күніне 1,5-2 литр су ішіп отырыңыз. Қимыл қозғалыстың аздығы да іш қатуына алып келуі мүмкін. Егер адам аз қозғалса, ішек перистальтикасы, яғни ішектің моторикасы да баяулайды. Жұмыста күні бойы кеңседе отырып жұмыс істеу, ұзақ уақыт көлік жүргізу бұл ішектің белсенділігін төмендетеді. Ал физикалық белсенділікке уақыт бөлмей, тек отырықшы өмір салтын ұстану проблеманы одан да бетер күшейтуі мүмкін. Маған іш қатумен шағымданып келетін науқастардың көбі сұрастырғанда осындай офисте таңнан кешке шейін отырып жұмыс істейтін науқастар болып шығады. Сол себепті физикалық жаттығуларды жасап тұрыңыздар. Бұл әрине сіздің жалпы ағзаңыз үшін де, стресстен құтылу үшін де маңызды. Себебі стресс те іш қатуға әсер етеді. Стресс кезінде ағзадағы жүйке жүйесі бұзылып, ішектің табиғи қозғалысы баяулайды. Ал ұзақ уақыт күйзеліс пен ұйқының жеткіліксіздігі іш қатуды созылмалы деңгейге шейін жеткізуі мүмкін. Содан кейін сізде үнемі іш қату мазаңызды алатын болады. Сол себепті тезірек стресстен арылып, салауатты өмір салтын сүріңіз. Іш қату көптеген ішек ауруларының симптомы болуы мүмкін. Олар ішектің қалыпты жұмысын бұзатын жағдайлармен байланысты. Сіздердің назарларыңызға іш қатуға әкелуі мүмкін негізгі ішек ауруларын ұсынамын. Ең бірінші бізде тітіркенген ішек синдромы. Орысшалап айтқанда синдром раздраженного кишечника. Бұл кезде ішек моторикасының бұзылуымен және ішектің қалыпты жұмысындағы өзгерістермен сипатталады. Тітіркенген ішек синдром кезінде ішектің қозғалысы баяулап немесе артып, нәжістің қалыпты шығуы қиындайды. Бұл кезде іш қату немесе диарея, іштің кебуі және іштегі ауырсыну байқалады. Келесі бізде Гиршпронг ауруы. Тоға біткен ауру ішек қабырғасының жүйке жүйесінің дамуындағы ақауларымен сипатталады. Әсіресе балаларда көп анықталады. Бұл дерттің симптомдары созылмалы іш қату, іштің кебуі, нәжістің дұрыс шықпауы. Келесі үшінші біздегі синдром, диагноз былайша айтқанда ішектің қатерлі немесе қатерсіз ісіктері. Ісік ішектің белгілі бір бөлігін тарылтады немесе бөгейді. Нәтижесінде нәжістің қалыпты өтуіне кедергі жасайды. Бұл жағдайда ерте диагностика өте маңызды, себебі кейбір ісіктер обырға айналуы мүмкін. Бұл дерттің симптомдары іш қатумен қатар нәжісте қанның болуы, салмақ жоғалту, күшті іш ауруы болуы мүмкін. Дивертикулез. Ішектің қабырғасында қалталардың, яғни дивертикулдардың пайда болуына байланысты. Қалталар нәжістің қалыпты өтуін қиындатады және кейде қабынуда шақыруы мүмкін. Бұл дерттің симптомдары іш қату, іштің ауруы, нәжісте қанның болуы мүмкін. Аноректальды аурулар.
Бұл ауруларға геморрой, анальды жарықтар, аноректальды абсцесс жатады. Ауырсыну нәжістен бас тартуға әкеліп, ішектің жұмысын баяулатады. Бұл дерттің симптомдары ауырсыну, қышу, нәжісте қан аралас шығу осылар болып табылады. Келесі созылмалы ішек қабыну аурулары. Оларға крон ауруы, ойық жаралы колит жатады. Бұл кезде қабыну ішектің қалыпты моторикасына әсер етіп, нәжістің өтуін қиындатады. Бұл кезде іштің ауруы, нәжісте қан, диарея аралас болуы мүмкін. Өте маңызды ескерту. Ауырсынуды басатын дәрілер, антидепрессанттар немесе диуретиктер ішек жұмысын баяулатады. Егер сіз қандай да бір дәрі-дәрмек қабылдап, іш қатуды байқаған болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Себебі іш қатуды ары қарай асқындырмаған жөн. Іш қатудың қауіптілігі қандай? Сол туралы айтып кетейін. Ең бірінші, іш қату кезінде ағзада токсиндердің жиналуы байқалады. Бұл нәжіспен интоксикация деп аталады. Яғни орысшалап айтқанда каловая интоксикация. Нәжіспен интоксикация кезінде ұзақ уақыт іш қатуы нәжістің ішекте тұрып қалуынан ағзада токсиндердің ішек арқылы сіңуіне алып келеді. Бұл жағдай ішек микрофлорасының бұзылуынан және нәжіс массаларының шіруінен пайда болады. Бұл кезде әлсіздік, шаршау, бас ауыру, бас айналу, терінің нашарлауы, іштің кебуі, ауырлық сезімі, тәбеттің нашарлауы, жүрек айну, қабынулар және иммунитеттің төмендеуі байқалады. Келесі геморрой және анальды жарықтар. Нәжіс қатты болған жағдайда оны шығару үшін қосымша күш қолдануға тура келеді. Ішектен тыс күшену кезінде анальды жарықтар мен геморройдың пайда болуына себеп болады. Ішек обыры қаупі. Созылмалы іш қату нәжіс ішекте ұзақ сақталып, ішек қабырғасын зақымдауы мүмкін. Бұл жасушалардың өзгеруіне және қатерлі ісікке алып келуі ықтимал. Психологиялық әсері. Іш қату тек физикалық емес, эмоционалдық күйге де әсер етеді. Адам өзін жайсыз сезініп, ұйқысы бұзылады, жалпы өмір сүру сапасы да төмендейді. Егер сіз іш қатудың алдын алып емделгіңіз келсе, диетаға өзгеріс енгізіңіз. Ең бірінші клетчаткаға бай тағамдарды қолданыңыз. Тамақтану рационына 25-30 грамм талшық қосу ұсынылады. Мысалы, бір алмада 4 грамм, бір сәбізде 2 грамм клетчатка бар. Екіншіден, сұйықтықты жеткілікті ішіп отырыңыз. Күніне 2 литр су ішуді әдетке айналдырыңыз. Келесі тиімді тәсіл ол физикалық белсенділік. Ол сізге іш қатудан құтылуға көмектеседі. Күнделікті жаттығу жасап, таңертеңгі 10-15 минутыңызды арнасаңыз жеткілікті. Іш бұлшықеттеріне арналған жаттығуларда пайдалы болады. Мысалы, йога және ішті айналдыра уқалау ішектің қозғалысын күшейтеді. Үй жағдайында табиғи ем жүргізуге де болады. Кептірілген жемістерді қолданып көрсеңіз де болады. Мысалы, 2-3 кептірілген қара өрік немесе өрікті күнделікті тұтыну ішекті табиғи тазартуға көмектеседі. Лимон қосылған жылы суды да қолдануға болады. Тамақ алдында 1 стакан лимонды су ішу асқазан ішек жүйесін белсендіреді. Айран немесе йогурт ішу де ішек моторикасына пайдалы. Дәрі-дәрмектерді қолдану туралы айтып кетейін. Өз бетінше дәрілерді қолданудан аулақ болыңыз. Іш жүргізетін дәрілер, мысалы дюфалак, тек қысқа мерзімді шешім екенін есте ұстаңыз. Егер сіздің іш қатуыңыз ұзақ уақытқа созылса немесе келесі белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге бару керек. Нәжісте қан көрінсе, салмақ күрт азайса, күшті іштің ауруы немесе іш кебуі пайда болса, дәретке жиі шықсаңыз да өзіңізді толық босамағандай сезінсеңіз, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Іш қату мәселесін елемей жүруге болмайды. Ол басқа да дерттердің белгісі болуы мүмкін. Мен айтқан әдістерді қолдансаңыз, нәтижесін тез байқайсыз. Ал егерде бұл тәсілдер көмектеспеген жағдайда, міндетті түрде дәрігерге барып көрінгеніңіз дұрыс. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Негізі жалпы бұл арнаны ашудағы менің негізгі мақсатым халықтың медициналық білімін арттыру. Өз ағзасын танып білгісі келген адам үшін бұл жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Қосымша әртүрлі ауру сырқаттарға байланысты бағыт-бағдар бергім келді. Осы ойымды жүзеге асыру үшін сіздер маған көмектессеңіздер екен. Құрметті көрермендер, мені неғұрлым көп адам көрсе, соғұрлым көп адамға пайдам тиер еді. Сол үшін видеоларымның астында жақсы коммент қалдырып, лайк басып, арнама тіркеліп, белсенділік танытсаңыздар екен. Оған қосымша дос-жарандарға да таратсаңыз, сіздерге алғысым шексіз болар еді. Себебі YouTube белсенділігі жоғары видеоларды басқа да қазақ тілді қолданушыларға ұсынатын болады. Сөйтіп қатарымыз көбейер еді. Алдағы уақытта сіздер үшін де пайдалы видеолар түсіріп отыруға тырысатын боламын. Келесі видеода жолыққанша сау саламатта болыңыздар.